Жасанды интеллекттік технология мамандарының ғана емес, сонымен қатар қарапайым халықтың да қолданысына енді. Қазіргі таңда адамда жасанды интеллектті жұмыс істеу, үйрену және тұрмыстық жағдайларда жеңілдету үшін қалай пайдаланып жатқанын білетін боламыз. Жасанды интеллект қазірде өмірдің әр саласында қолданылуда. Қазақстанда да қарапайым халық жасанды интеллект көмегімен құжаттар дайындау, білім алу, онлайн сатып алулар мен тұрмыстық шаруаларды автоматтандыру секілді түрлі жұмыстарды жеңілдетіп келеді. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, халықтың 60% жасанды интеллект құралдарын кемінде бір рет пайдаланған. Жасанды интеллектті ең алдымен Испания және де ағылшын, яғни еуропалық тілдерде меңгерілген болса, қазіргі таңдарда қазақстандық, яғни өзімізге жақын Азия мемлекеттерінің де тілдері қосылған. Бұл деп отырғанымыз, яғни ChatGPT-ге, жасанды интеллектке біздің азиялық мемлекеттер, яғни Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан деген секілді мемлекеттердің де қызығушылығы бар екенін білдіреді. Яғни өзіміздің қазақ тілді сұрақтарымызға қазақша жауап беріп, оларға қазақша нұсқаулықтар көрсете алады. Технология сарапшылары жасанды интеллект құралдарының қарапайым халыққа үлкен көмек болатынын атап өтеді. Мысалы, кейбіреулер жұмыс барысында құжаттарды автоматтандыру үшін жасанды интеллектті пайдаланып жүрсе, басқалары үйдегі ақылды құрылғыларды басқару үшін қолданады. Сонымен қатар білім беру саласында жасанды интеллект арқылы оқушылар мен студенттерге жеке бағдарлама бойынша білім алу мүмкіндігі кеңейіп келеді. Ешқандай технология, ешқандай жасанды интеллект адамның ақыл ойын, зердесін, санасын, оның интеллектуалды деңгейін алмаса алмайтынын жақсы білесіздер. Ал енді бұл жасанды интеллектке көбірек жүгіну, жасанды интеллектке айтқанда басы байлану, айтқанда адамның ойлау қабілетін, дағдыларын, ойының ұшқырлығын, ізденісін, кез келген мәселеге былайша айтқанда адам ретінде адами сезіммен қарым-қатынас жасау жағын кемітіп жібереді деп айта аламыз. Жасанды интеллект қазақстандықтардың өміріне сәтті еніп, жұмыс, білім және тұрмыстық шаруаларда жеңілдік жасауда. Дегенмен оны саналы түрде қолданып, артықшылықтары мен қоса қауіптерін де назарға алған жөн. Сіздермен бірге болған Дінмұхамед Құдайберген, аман саулықта жүздескенше.